достар, бұл менің блогыма қош келдіңдер. Сағадат Шералы 10 жаста футбол ойнағанды жақсы көреді. Барселона футбол клубының жанкері. Мессимен кездесуді армандайды. Өздерің көріп тұрғандай, менің алдымда өте көп кітаптар бар. Оның бірі химия пәні. Химия пәні 8-ші сыныптан бастап оқытылады. Сәлем Сагымен, не істеп отырсың? Туй, Нұрғасыр, мазамды алмашы. Сонда да айтшы. Нұрғасыр Әбілсапар 8 жаста. Сыныптағы үздік математик. Өскенде режиссер болуды армандайды. Фантастикалық жанрда кино түсіргісі келеді. Көріп тұрған жоқсың ба? Кітап оқып отырмын. Бұл қандай кітап? Бұл химия пәні кітабы. Химия? Біздің мектепте ондай кітап жоқ. Әрине, ол сендердің сыныптарыңда болмаса да, бұл менің үлкен ағамның кітабы. Сағдат, сен мені бір нәрсе қызық көрсетем деп шақырдың ғой. Мен сен сабақ оқығанын көрем ба? Ол тіпті қызық емес. Жарайды, олай болса мен саған химиялық шоу ұйымдастырайын. Мектепке ма? Қош бармақ қояйықшы. Жоқ, ол мектепке емес. Химия пәні сабағы болса да, оның ішінде өте көп қызықты тәжірибелер бар. Біз соның бірін жасап көрейік. Сонда да түсінбедім. Ой, болса кеттік. Достар, ал сендер бізбен бірге болыңдар. Сағадат, анау сабынды көбік қой. Біз қазір сабынды көпіршіктердің ішіне кіреміз. Сабынды көбік химия болса, мен сен химияны жақсы көремін. Нұрғасыр, мен я деп айтсам да болады, жоқ деп айтсам да болады. Себебі осы сабынды көпіршіктің ішінде химиялық элементтер бар. Сол үшін біздің қазір ойынымызды химия сабағы деп айта алмаймын. Сағадат, сабынды көбік қалай пайда болады? Соңында білмейсің ба? Ол аты айтып тұр ғой, сабынды көпіршік деп. Ол сабын мен судың әсерінен пайда болады. Енді біз химиялық тәжірибемізді бастайық. Ой, енді қызып келді ғой. Қоймадың ғой сен өзің химиян деп. Жарайды. Егер де сен білсең, біздің химиялық тәжірибеміз сенің анау сабынды көпіршіктерінен 1000 есе қызықты. Сонда қалай? Қазір көресің. Сендер, достар, сендер бізбен біргесіңдер ғой, я? Міне, бұл сұйық азот. Сұйық немене? Азот. Бәрі бірсінбеді. Бұл азоттың қалыпты температурасы -195 градус екен. Саған, бұл деген мұз ғой. Жоқ, қателесесің. Мұндай төмен температурада су қайнайды. Сағадат, су тек қана ыстықта қайнайды. Жоқ, осындай азот ол суықта да және ыстықта да қайнайды. Оны мен 10-шы сынып оқитын ағамның химия деген кітабынан оқып алдым. Қызық екен сен химиян. Нұрғасыр, тез бол, жинал. Мен қазір боксқа кетуім керекпін. Сағадат, тағыда кішкене. Таптым. Ендіше мен сені Аян деген досымның зертханасына жіберейін. Ол жақта сендер біз жасамаған тәжірибелерді аяқтайсыңдар. Алақай, онда сен өзің боксына бара бер, а мен Аян ағамның зертханасына кеттім. Достар, маған ренжімеңдер, онда мен боксыма кеттім. Сау болыңдар. Достар, біз химиялық зертханаға келдік. Сендер көріп тұрған шығарсыздар, біздің үстімізде арнайы киімдер мен арнайы көзілдіріктер бар. Міне, кім айтты саған шешінді? Тезірек ки. Ол үшін біздің бірінші экспериментіміз көңілді түстер деп аталады. Ол үшін бізге 400 мл су керек. Сосын барып бізге индикатор керек. Немене? Индикатор. Достар, жазып алыңдар. Қиын сөз. Сосын бізге щелочь, яғни айтқанда сілте.
келесі лимон қышқылы керек бізге. Енді бізге сілті қосу. О, мұнан қараңдар, ашық қызғыл түс. Ей, көзілдеріңді шешпе, киіп ал. Енді біз келесі қосатын нәрсеміз ол лимон қышқылы деп аталады. Қараңдар, су бастапқы қалпына қайтадан оралды. Аян, сонда жаңағы қызыл түс қайда? Лимон қышқылы оны түгелдей жойып жіберді. Біздің келесі экспериментіміз бегемоттың тіс пастасы деп аталады. Бегемоттың тіс пастасы немене? Иә, бегемоттың тіс пастасы. Оларда бегемоттарда тісін жумасы сап-сары болып кетеді ғой. Мәссаған. Әдемі болып шығып жатыр. Аян, дайын ба? Мынау тіс пастаға ұқсамайды. Иә, бұған қазір йодистекалін қосу керек. Енді қосамыз. Артырақ Сендерге біздің тәжірибеміз ұнады ма? Бұл бегемоттың тіс пастасы. Эх, бүгінгі күн қызық болды ғой. А сендерге ұнады ма? Бірақ менде бір ескерту бар. Осындай тәжірибелерді үйде немесе достармен қайталамаңдар. Ол өте қауіпті болуы мүмкін. Айтпақшы, Адина мен Мадинаның блогын өткізіп алмаңдар. Мен бүгін блогты жалғыз өзім аяқтаймын. Сау болыңдар!